Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сіздердің сұрауларыңыз бойынша осы ою түрін қағаз бетіне түсіруді үйренеміз. Ең алдымен бізге газет керек және оны 23 сантиметрден 4 жағында бірдей етіп өлшеп аламыз. Видеоны соңына дейін қарап, үйреніп алыңыздар. Газетімізді осылай екіге бүктеп, теңдей етіп кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп бүктейміз. Ою сызар алдында бірінші видеоны анықтап қарап алыңыз. Өйткені сізде қате кетуі мүмкін. Сізде 2-3 рет қайталағаннан кейін бұл оюды сіз қолыңыз үйреніп жатпақ кетеді. Қошқар мүйіздің екі жағында бірдей оюлары әдемі болып сәйкес келу керек. Оюды тек сызық шетінен ғана кесіңіз. Біздің ойымыз дайын болды. Енді осыны қатты картон бетіне түсіріп аламыз. Егер сізде газет болмаса, А4 форматында жасасаңыз болады. Тек ол сіздерде бұдан сәл ғана кішірек болады. Тігісте оңай тігілу үшін газет қолданғаныңыз жақсы. Сіздермен болған Гүлжанат, келесі сабақта кездескенше.